ерліктің ерен үлгісі атты әскерилер арасындағы облыстық патриоттық ән байқауының кезеңі өтіп жатыр. Бұлардың барлығы өнердің адамдары емес, өздерінің жұмыстарына қарамастан қазақтың өнеріне деген сүйіспеншілігі, қазақтың мәдениетіне деген үлкен құрметін белгісі деп сезінеміз. Бұл байқау негізі екі кезеңнен тұрады. Біріншісі патриоттық бағыттағы, екінші әр үміткер өзінің қалауы бойынша өздерінің өнерлерін, әндерін осы сахнада көрсетеді. Мектеп бітіргеннен кейін, содан кейін студенттік өмір кезімізде осыны сахнада жүріп, сахнаның қыр-сырын үйреніп, жүлделі орындарды алып жүрдік. Соның арқасында шыңдалдық, осы жұмысқа орналасқаннан кейін. Осы жарыстар болатын болса, атсалысып яғни қатысамыз. Жарысқа қатыса отырып, осы елімізге деген, отанымызға деген махаббатымызды, патриотты екенімізді осы әнмен жеткізіп, өз махаббатымызды оятамыз. Және де отырған барша көрермендерге де оятамыз деген үміттемін. Аққусындаман бұл күнде айданы қарау, қай жаққа барып көмермін қайғыны мынау. Өңіме қарай бір кезек шаппайсың неге, түсімде көріп жүретін сәйгүлігім ау.